Сәлеметсіздер ме, қазақ елі? Мынау қасиетті Рамазан айы қабыл болсын. Мен Жолмұхамбетова Гүлбараш, Дулат Ағаділдің анасымын. Мен Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа, жоғарғы сот төрағасы Асановқа, Астананың бас прокуратуры Нұрдәулетовке үндеу жолдаймын. Менің балам Дулат Ағаділді 24 ақпан күні түнде үйден 5 жігіт сүйреп алып кеткен болатын. Сол жігіттердің үстінен мен арыз түсірген болатынмын. Ол жігіттердің фамилиясы Жарас Қапаров, Қуандық Аппазов, Дархан Баукенов, Хангелді Сағадиев, Хангелді Сейдәлі, Сағадиев Әлімхан. Осы 5 жігіттің үстінен арыз түсірген болатынмын. Осы арызым іс қағазға дұрыс тіркелмей, менің адвокатым Айман Омарова тергеу сотына арыз жазған болатын. Осы арыз жазған болатын. Сол арызды Ақшабаев деген судья қайтадан қарап жатқан Ғилымжанов дегеннің ісі дұрыс деп қайтадан қайтарып жіберіп отыр. Сондықтан мен өзім ойлаймын, мынау сот пен прокурордың ісі жасап атқан ісі не сенбеймін, сенімім жоқ. Дұрыс қаралып жатқан жоқ. Сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаевтан сұрайтыным, менің баламның әділ іс жүргізуіне қадағалауыңызды өтінемін. Ол балам жүрек талмасынан қайтты деп жазып жатыр, бірақ жүрек талмасынан өзі қайтқан жоқ. Ол жүрек талмасы оған болатындай ол ешқандай сау кезінде жалобы түсірген жоқ. Ол жігіттің өзінің бір түсірген видеосы бар. Ол видеода айтылған: мен арақ ішпеймін, шылым тартпаймын, еш жерім ауырмайды деп өзі бір сөзінде айтқан сөзі бар тұғын. Сосын экзумация жұрт қайта сұрап жатыр. Экзумацияға мен бергім келмейді. Ол қазақшылыққа да жатпайды. Баламның сынған жері жоқ. Оны бастан аяқ ішінде болған. Үлкен балам Қанат экспертиздің ішіне кіріп, ішінде болды. Сонда оның сынған жері жоқ екенін көрді. Сондықтан мен балама сенемін. Балам айтты, жоқ деді. Сосын енді мынау жүріп жатқан соттың әділ өтуіне және ашық түрде өтуін өтінемін. Егер ашық түрде өтпеген жағдайда мен халықаралық құқық қорғау ұйымына жүгінуге мәжбүр боламын. Менің балам ДВК емес, өзі шындықты айтып, шырылдап, осы қазағымның шындығы деп шырылдап жүрген жігіт, ол ДВК-ға ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаев, сізден өтінетінім, баламның әділдігін шешіп беруіңізді сұраймын. Сіз қадағалауыңызды сұраймын. Сот шешімі әділ емес, әділ жүріп атқан жоқ. Сондықтан мен сізден өтінерім. Осы баламның әділдігіне жетіп беруіңізді сұраймын.